Қайырлы күн достар, көріп отырғандарыңыздай сіздермен греческий салаттың рецептісімен бөлісемін. Және де қандай соус керектігін осы видеода көрсетемін. Міне осы ингредиенттеріміз қажет. Мен фета сырының орнына моцарелланы пайдаландым. Себебі фетадан мен халал түрін таппадым. Екеуінің айырмашылығы қатты жоқ. Осы моцарелланы қосуға да болады, егер де сіздер халал сырды қаласаңыздар. Ең алдымен түрлі түсті бұрыштарды кубиктап турап аламыз. Яғни төрт бұрышты етіп, қатты үлкен қылудың қажеті жоқ. Сүйекімді әдемі көрінбей қалады. Бұрыштардан тек осы екі түсін ғана пайдаландым, сары және қызыл. Егер де қаралы қаласаңыздар, жасыл түсінен де пайдалансаңыздар болады. Араластыруға ыңғайлы болу үшін осындай кішкене шұңғылдау ыдысты пайдаланған дұрыс. Осылай барлығын саламыз. Қиярды да дәл солай кішкене кубиктап турайтын боламыз. 4 бөлікке ортасынан бөліп аламыз бір қиярды. Қызанақты да дәл солай қатты үлкен қылып жібермей, және де қатты кішірейтіп жібермей кубиктап турап аламыз. Немесе бұл, егер де сіздерде черри помидор болатын болса, черри помидорын тек екіге бөліп пайдалансаңыздар болады. Өте әдемі көрінеді греческий салатқа. Міне дәл осылай кесеміз, егер де сіздерде үлкен помидорлар болса. Перецтердің бетіне осылай барлығын салып аламыз. Егер де сіздерде қызыл пияз болатын болса, соны осылай жұқалап тураймыз. Егер де үй жағдайында жоқ болса, осындай үйдегі пиязды өте жұқалап осылай тураймыз. Кішкене ғана бір пияз немесе жарты пияз кетеді. Дәміне қарай өздеріңіздің қалауларыңызша. Салаттың бетіне салып қоямыз пияздарды. Енді сырды ортасынан екіге бөліп, дәл жаңағыдай кубиктап тураймыз, яғни төрт бұрышты етіп. Салаттың ерекше өзінің дәмін шығатын соусын дайындаймыз. Соусына ең алдымен оливковое масло керек, яғни зәйтүн майы 4 ас қасық. Осы майдың бетіне тұз. Соустың ингредиенттерін барлығын описанияға қалдыратын боламын. Және де орегано. Енді қара бұрышты саламыз. Және де 1 ас қасық лимон шырынын құятын боламыз. Осы ингредиенттерді бір араластырып қоямыз. Тұзы ери берсін деп. Енді 1 тіше сарымсақты осылай ішіне салып араластырып жібереміз. Осы сместі араластырып бір шетке қойып қоямыз. Енді салатымызды жинайтын боламыз. Салатымыздың астына, яғни тарелканың бетіне салат жапырағын саламыз. Өте әдемі көрінеді. Немесе турап арасына араластырып жіберуге де болады. Мен астына салуды жөн көрдім. Бірінші салатты араластырып алып, осы жапырақтың бетіне саламыз. Енді салаттың бетіне зәйтүндеріміз саламыз. Зәйтүнге кішкене ғана сұйық майды тамызып, осылай араластырамыз. Жылтырлап әдемі болып тұрады салаттың бетінде. Осылай әр шетіне қойып шығамыз. Дәл осылай сырларды бетіне қойып шығамыз. Әр шетінен. Енді соусын бетіне жақсылап барлығына тиетіндей етіп, осылай құйып шығу керек. Дәл осылай дастарханға ұсынатын болсаңыздар, өте керемет болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көрсеңіздер, өкінбейсіздер. Және де егер де менің видеом ұнаса, комментарий қалдырып кетіңіздер, және де лайк басуды, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын, сау болыңыздар.